Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номері 104-ші сабағымызды бастаймыз. Қорытындылау. Біліміңді қорытындылайсың. Бірінші есеп. Мәтінде берілген мәліметтерді пайдаланып, екі жай есеп құрастыр. Саған мәтіндегі қандай мәліметтер қажет болмады? Каспий теңізі біздің ғаламшардағы ерекше табиғи су қойма. Оны әлемдегі ең үлкен көл деп атайды. Солтүстіктен оңтүстікке дейін 1030 километрге, шығыстан батысқа дейін 435 километрге созылып жатыр. Каспий теңізі қазан шұңқырының өлшемі бойынша әлемдегі ең ірі тұйық су қойма. Оның жалпы ауданы 371 мың километр квадрат. Өткен ғасырдың 80-ші жылдарында ғалымдардың дерегі бойынша онда 380 мың итбалық болған. Қазір олардың саны 110 мыңға жуық. Каспий теңізі солтүстіктен оңтүстікке дейін 1030 километрге, шығыстан батысқа дейін 435 километрге созылып жатыр. Барлығы қанша километр болады? Жаңағыдай белгі жазып қоямыз. Солтүстіктен оңтүстікке дейін 1030 километр, шығыстан батысқа қарай 435, барлығын табу керек. Олай болса, 1030-ға 435-ті қосамыз, 1465 шығады. Жауабы барлығы 1465 километр болады. Одан кейін басқа есеп құрастырайық. Өткен ғасырдың 80-ші жылдарындағы ғалымдардың дерегі бойынша онда 380 мың итбалық болған. Қазір олардың саны 110 мыңға жуық. Итбалықтар саны қаншаға кеміген? 80-ші жылдардағы қанша екенін жазамыз, қазір қанша екенін жазамыз және қаншаға кемігенін жазуымыз керек. Олай болса 380 мыңнан 110 мыңды азайтамыз, 270 мың шығады. Жауабы итбалықтар саны 270 мыңға кеміген. Екінші есеп. Есепті оқы, сызбаға қара. Сызбада қандай мәліметтер жетіспей тұр? Есепті шығар. Арақашықтығы 215 км болатын екі айлақтан бір уақытта бірінен бірі қарама-қарсы екі бағытқа екі кеме шықты. Біреуінің жылдамдығы 20 км/сағат, ал екіншісінікі 28 км/сағат. Дәл осындай жылдамдықпен қозғалатын болса, 12 сағаттан кейін олардың арақашықтығы қандай болады? Енді бұл жерде жылдамдықтарын қосамыз. Жылдамдықтарын қосатын болсақ, сосын оны 12-ге көбейтіп, оған 215-ті қосамыз. Қараңыздар, жылдамдықтарын қостық, оны уақытқа көбейтеміз. Сонда деген қанша жүргені шығады. Және бізде оның бастапқы арақашықтығы бар, 215 км. Оны да қосатын болсақ, бізде 827 км шығады. Жауабы 12 сағаттан кейін олардың арақашықтығы 827 км болады. Үшінші есеп, есепті шығар. Ауылдан қалаға дейінгі арақашықтық 50 км. Ауылдан қалаға қарай 5 км/сағат жылдамдықпен жаяу жүргінші шықты. 2 сағаттан кейін оған қарама-қарсы бағытта 15 км/сағат жылдамдықпен велосипедші шықты. Олар неше сағаттан кейін кездеседі? Белгінің бәрін жазып қоямыз. Қаншада кездесетінін қарайық. Біздер біріншісінің қанша жүргенін табайық. Оның жылдамдығы 5 км/сағат, ол 2 сағат ерте шықты. Ол 2 сағатта 10 км жүреді. Енді оны барлығын азайтып жіберейік. 50 км-ден 10 км азайтамыз, 40 км қалады. Енді осы 40 км-де олар екеуі де бірге жүреді. Екеуі бір-біріне қарама-қарсы жүреді. Олай болса, жылдамдықтарын қосамыз. Біреуінің жылдамдығы 5 км/сағат, екіншісінікі 15 км/сағат, екеуін қосып, 40 км-ге бөлеміз. Сол кезде бізде 2 сағат шығып тұр. Олай болса, олар 2 сағаттан кейін кездеседі. Төртінші есеп, есепті шығар. Арақашықтығы 75 км болатын екі автобекеттен бір уақытта бір бағытта автобус пен мәшине жолға шықты. Автобус 65 км/сағат, мәшине 80 км/сағат жылдамдықпен жүрді. 4 сағаттан кейін олардың арақашықтығы қанша болады? Олардың жылдамдықтарын азайтуымыз керек, себебі олар бір-бірінен біреуі екіншісін қуып бара жатыр. Сондықтан ол кезде жылдамдықтарын азайтамыз, сосын оны уақытқа көбейтеміз. Сонда олар деген 4 сағатта 60 км жақындаған екен. Олардың жалпы арасы 75 км еді, 60 км жақындаған болса 15 км қалады. Осы жауабы 4 сағаттан кейін олардың арақашықтығы 15 км болады. Бесінші есеп, тапсырманы орында. М қаласынан Н қаласына 3 жол, ал Н қаласынан X қаласына 2 жол шығады. Н қаласы арқылы өтетін неше жол М қаласынан X қаласына әкеледі? Биылғы жылы М және N және X қалалары арасына тағы бір жолдан салынды. Енді неше нұсқа болады? Қараңыздар, біреуінен былай 3 жол тарайды деп жазған. Және одан тарайтын болса, тағы да 2 жол тарайды. Сонда деген 3 көбейтілген 2 бізде 6 жол болады. Себебі қараңыздар, мысалы деген мен жоғарысымен жүрейін де, мысалы жоғары жолмен жүремін де, содан кейін былай бару мүмкін, немесе сол жақпен, немесе оң жақпен бару мүмкін. Менде 2 жол болады. Содан кейін мына ортасымен шығайық. Мына ортасында үлкен жолмен шығамын да, оң жаққа немесе сол жаққа бұрыламын, 2 жол шығады. Мына астыңғы жолмен шығамын, осы оң жаққа сол жаққа бұрылатын болсам, тағы да 2 жол шығады. Барлығын қосқан кезде 6 жол шығып тұр. 6 жол шығып тұр. Одан бөлек бізде айтқан әр қайсысына тағы да бір жолдан қосылады. Мысалы, мына жерде 3 жол болса, енді қазір 4 жол болады, мына 2 жолдың 3 жолы болады. Сол 4 көбейтілген 3 жолдың 12 жол болады. Жауабы N қаласы арқылы өтетін 6 жол М қаласынан X қаласына әкеледі. Биылғы жылы М және N және X қалалары арасында тағы бір жолдан салынса, 12 нұсқа болады. Алтыншы есеп, қателерді тап, амалдарды орындай отырып дұрыстығын тексер. 269 көбейтілген 27.
269-ды 7-ге көбейтеміз, 1883 шығады. 269-ды 2-ге көбейтеміз, 538 болады. Қосқан кезде 7263 шығады. Келесі, 500 мың 526 бөлінген 351. 500-ді 351-ге бөлгенде бірден береміз. 1 көбейтілген 351, 351, аз айтқанда 149, 5 жазып қоямыз. 1495-ті 351-ге бөлгенде 4-тен береміз. 4 көбейтілген 351, 1404, аз айтқанда 91, 2-ні түсіреміз. 912-ні 351-ге бөлгенде 2-ден берейік. 2 көбейтілген 351, 702 болады. Аз айтқанда 210, 6-ны жазып қоямыз. 2106-ны 351-ге бөлгенде 6-тан береміз. 6 көбейтілген 351, 2106, аз айтқанда 0, жауабы 1426. 769 көбейтілген 524. 769-ды 4-ке көбейтеміз. 4 9-ым 36, 6-сын жазамыз 3 ойда, 6 4-ім 24, ойда қашты қосқанда 27, 7-сін жазамыз 2-сі ойда, 7 4-ім 28, 2-ні қосқанда 30 болады. 3076 шығып тұр. Келесі, 769-ды 2-ке көбейтеміз. 2 9-ым 18, 8-ін жазамыз 1 ойда, 2 6-ым 12, 1-ді қосқанда 13, 3-ін жазамыз 1 ойда, 7 2-ім 14, 1 қосқанда 15, 1538 шығады. Келесі, 769-ды енді 5-ке көбейтеміз. 5 9-ым 45, 5-ін жазамыз 4-ті ойда, 6 5-ім 30, оған 4 қосқанда 34, 4-ін жазамыз 3-і ойда, 7 5-ім 35, 3 қосқанда 38. Осында бәрін қосқан кезде, бізде 6-ны жазамыз, 7-ге 8 қосқанда 15, 5-ін жазамыз 1-і ойда, 3-ге 5 қосқанда 8, 1 қосқанда 9 шығады, 3-ге 5 қосқанда 8, 8-ге 4 қосқанда 12, 2-сін жазамыз 1-і ойда, 1-ге 8 қосқанда 9, 9-ға 1 қосқанда 10, 0-ін жазамыз 1-і ойда, 3-ге 1 қосқанда 4, жауабы 402.956. 7-ші деп, өлшеулер жүргізіп, фигураның боялған бөлігін ауданын тап. Боялған бөлік барлық фигураның қандай бөлігін құрайды? Бізде А-ның ұзындығы 4 см, А-ның ұзындығы 2 см. Бізге ауданын тауып керек. Ол үшін біздер жалпы мына тіктөртбұрыштың ауданын тауып, оны 2-ге бөлуіміз керек, жартысын табуымыз керек. Сонда А-ны А-ға көбейтеміз, 8 см квадрат шығады, 4-ге көбейткенде. Осының жартысын тапқан кезде ол 4 см квадрат болады. Жауабы, фигураның боялған бөлігінің ауданы 4 см квадрат, боялған бөлік барлық фигураның 2-ден 1 бөлігін құрайды, яғни жартысын құрайды деген сөз. 8-ші деп, тапсырманы орында. Жәшікте түстері әртүрлі 6 кішкентай шар бар. Қызыл, сары, жасыл, көкшіл, қызыл және қара. Әлия жәшіктен қарамай тұрып бір шар алады. Егер алынған шар қызыл түсті болмаса, онда шетке қояды да қызыл түсті шар алынғанша жалғастыра береді. Әлияның жәшіктен қызыл түсті шар алуға қаншалықты көбірек мүмкіндігі бар? Біздер бұл жерде ең қиын жағдайды қарастырамыз. Яғни қызыл шар ең сонда шығуы мүмкін деп қарастырамыз. Немесе ол мысалы бірінші болып шығып кетуі мүмкін, екінші болып шығып кетуі мүмкін да, бірақ біз бұл есеп шығарған кезде қызыл ең сонда шығады деп ойлаймыз. Сондықтан да деген бізде неше түс бар барлығы? Бізде барлығы 6 шар бар. Мысалы біріншісі сары болуы мүмкін, екіншісі жасыл, үшіншісі көкшіл, төртіншісі қызғылт, бесіншісі қара, бірақ міндетті түрде алтыншысы қызыл болады. Себебі деген қалғандардың барлығы шықты, бізде жаңағы жәшікте қызылдан басқа қалған жоқ. Міндетті түрде алтыншысы қызыл болады. Сондықтан жауабы, Әлияның жәшіктен қызыл түсті шар алуға 6 мүмкіндігі бар. 9-ші есеп, әрбір қатардың заңдылығын анықта, әр қатарға 4 сандан жазып, қатарды жалғастыр дейді. Қараңыздар, біздер заңдылықты анықтауымыз керек. 254-тен 250 аз айтқанда 4 шығады. 250-ден 246 аз айтқанда 4 шығады. 246-тан 240, одан кейін енді келесі 4 азайта беруіміз керек. 246-тан 4 азайтқанда 242 шығады, жазып қоямыз. Одан кейін 242-ден 4 азайтқанда 238 шығады. 238-ден 4 азайтқанда 234 болады. 234-тен 4 азайтқанда 230 шығады. Ән нұсқасы 28, 132, 136 деп өсе береді. Бұл жерде 132-ден 28 азайтамыз, 4 шығады. 136-тан 138 азайтқанда 4 шығады. Енді келесі сандар табу үшін біз 4-ке өсіп тұрған байқап тұрмыз, сонда 4 қоса береміз. 136-ға 4 қосқанда 140 шығады. 140-қа 4 қосқанда 144 болады. 144-ке 4 қосқанда 148. Енді оған тағы 4 қосатын болса, ол 152 болады. 10-ші деп, тапсырманы орында. Егер сандағы барлық цифрлар әртүрлі болса, онда 6, 7, 8, 9 цифрларының көмегімен әртүрлі 2 таңбалы қанша сан жаза аласың? Барлық нұсқаны жаз дейді. 6-тан басылатын болса 67, 68, 69, 7-тен басылатын болса 76, 78, 79, 86, 87, 89, 96, 97, 98. Жауабы 6, 7, 8, 9 цифрларының көмегімен әртүрлі 12 2 таңбалы сан жаза аламын. Осымен құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.